астигматизм бір жақ көзі -7, бір жағы деген -6. Очкисіз ол жүрмейді. Ол ана төсекте жатқандағы бүйтіп очкиді шешіп қоятын. Мен 19 күні октябрьдің, ноябрьдің 19 күні мен Қарағандыға бардым, ол мені вокзалдан күтіп алады да, көзіне карандашты жағып, көрсетсем осылай жағасын деп. 19 күні 3 рет жағады, 20-сы таңертең тұрады да, 1 рет жағады. Сосын далаға шықпайды ма, нан алып келем деп. Далаға шықсам дейді, көзіме бірдеңке мешайт етеді дейді. Сосын очкиім сүртейін деп шешем дейді, мен анық көріп тұрмын дейді. 2 күн результат. Сосын айтады ғой, ана қуанғаннан 1 квартал деген жаяу кетіп қалған ғой, очкиін шешіп алып. Сосын айналып менің үйім қасыма келіп, маған звондайды, Алтын ханым шық, мен айтамын, не болып қалды? Мен қазір құдалар келеді, біз құда шақырып қойдық. 5 минутқа шық, болды дейді. Сосын нан илеп атқанын тастап шықсам, сосын деген анандай жерде бір расстояниеда тұр, сосын айтады, Алтын ханым, мен сізді көріп тұрмын дейді. Көрдіңіз ба, мен очкисіз жүрмін дейді. Сосын айтамын, мен 2 квартал жаяу жүрдім дейді. Шынымен көріп тұрсың ба дейді. Сосын айтамын, сен білесің ғой, менің 2006-дан бері білесің дейді. Мен очкиді шешпеймін дейді. Сосын екеуміз 2 күннен кейін неге бардық, Қарағандыда. Ана улица светофор енді широкий ғой. Сол мына бер жағында тұрып, светофордан өтейін деп тұрсақ, без очков тұрып айтады ғой. Ана светофорда мен көріп тұрмын 15 цифры дейді. Сосын кішкентай бала сияқты қуанғанын, ана автобусда едім, без очков жүрсін айтады. Қарашы, ана жерде мен көріп тұрмын, маған посылкам оқып береді. Ана нелерді шы, бала автобустың ішінде отыр, без очков ана нелерді көрсетеді маған. Қанша жастағысы? 78. Сонда нешеде? Қазір 50-ге келіп қалды ғой. 47 жаста. 6-5 жасынан очкиге мен садиктен бастап кидім дейді, өзі айтады. Ода сахар высокий болды да. И осы очкиді шешпейтін. Бір астигматизм -6, -7. Керемет результат. Далаға шыққанда очки кимейді ғой. Спокойно очкисіз жүре береді далада.